Так, description, яғни сипаттама. Сипаттама, суретті табу үшін сипаттама дейді. Яғни бізде бір берілген сипаттама бар. Мына жерде бізге не беріп тұр? Recipe of pancakes. Recipe of pancakes. Яғни pancake дайындаудың, әзірлеудің тәсілі сол беріліп тұр, және оны оқып шығып, мына жерде оқып шығып, соның несін, менюсын, рецептін сұраққа жауап беру. Which kitchen tool will Amalia need to mix the ingredients? Yani to mix the ingredients, қандай kitchen tool керек деп тұр. Kitchen tool, яғни қандай ыдыс керек. Енді қарап шығайық. Инструкция бойынша mix the flour, sugar, baking powder and salt in a large bowl. In a large bowl деп тұр. Яғни in a large bowl бұл бізде, яғни бұл сөз қорын тексеретін сұрақ. Көрейік, мына жерде A бар, B бар, C, D және E. Үстел болмайды, өйткені ол table болатын еді. Өшіреміз. Тарелке болмайды, өйткені тарелке ол plate. Бізде болса bowl. Bowl сөзі мынау да болмайды, өйткені бұл микротолқынды микроволновка былайға айтқанда. Және мынау таба да болмайды, bowl. Бізде қалғаны мынау. Яғни сурет ретінде де, логика ретінде де ингредиенттер араластыратын ыдыс мынау ғана келеді, араластыруға келеді, мынау ғана келеді. Сондықтан мағынасын білмесек те суреттен табуға болатын бір сұрақ екен. Осындай сұрақтар өте оңай, А деңгейіне жатады. Ондай сұрақтар көп болады. Сөйтіп бізде мынау болып шықты. Миска, bowl. Так, келесі. Science деген белгілер. Яғни, оқушының, мысалы, далада, көшеде, мысалы, аэропортта дегендей көрген белгілерін қаншалықты дұрыс түсінеді. Соны түсіне білу қабілетін анықтайтын сұрақтар, белгілер. Өте маңызды нәрсе. Өйткені бұл белгілерде көбінесе көп нәрсе жазылмайды. Грамматикалық тұрғыдан да дұрыс емес жазылады. Өте қысқа нұсқа жазылатын, немесе суреттеп бір нәрсе бейнелейтін бір белгілер болады. Сөйтіп, қаншалықты дұрыс түсінеміз. Мына жерде платформа деген сөз бар, екі сан және лай көрсетіп тұрған бағыт бар. Сөйтіп, екінші платформа ана жақта деген мағына деп шығады. Бұл көбінесе платформа сөзі, вокзал деген, аэропорт деген нәрселерде кездесетін сөз. Платформа, яғни поездардың жүретін есік дейді платформа, немесе кіреберіс. Сөйтіп, наларды көрейік. Жауаптарда you have to go here to get on a train. Мінекей, you have to go here, яғни көрсетіп тұр, here, to go get on a train. Яғни пойызға міну үшін мына жерге, мына бағытта жүріңіз деп тұр. Яғни мына жерге барыңыз деп тұр. Значит, демек, мына сөз дұрыс болып шығады. Яғни мына вариант дұрыс болып шығады. Қалғанда pick up your luggage, багажды алу жері ондай емес. Мына жерге барыңыз, қай кезде, өрт болған кезде осыған барыңыз, өрт туралы ешқандай да мәлімет жоқ. Платформа өткен, ол пойызбен байланысты сөз. Келесі, identity papers, яғни паспорт көрсететін жер, пункт ондай да емес. Және мына жерде налогсыз, яғни налогсыз сатып алатын, яғни duty free магазин, дүкен. Сөйтіп, біз дұрыс таптық, дәл таптық, А варианты дұрыс болып шықты. Осындай сияқты белгілер тағы да қандай болуы мүмкін? Мысалы, stop, don't cross, мысалы, don't feed, тағы қандай болуы мүмкін? No smoking, personnel only, тек қана қызметкерлерге арналған, мысалы, есік сияқты сөздер. Сондай белгілерге назар аударсаңыздар, олар өте оңай. Бұл да А деңгейіне жататын, және science деген vocabulary, яғни сөз қорына байланысты сұрақ. Word order, синтаксис, яғни сөйлемнің құрымын тексеретін, қаншалықты дұрыс құрай аламыз, соны тексеретін сұрақ. Мына жерде алма-ағаш берілген, және бір сөйлем көп нүктені толықтыру керек. There are blah 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 apples in our garden. Біздің бақшамызда осындай алма ағаштары бар.
Енді қандай алма ағаштар немесе қандай алмаларымыз бар? Мінекей, round, big, red, round, red, big, round, red, big, round, red дегендер араластырылған, яғни рет араластырған нелер бар, сын есімдер бар. Яғни бұл Royal Sequence of Adjectives деген тақырыпқа байланысты сұрақ. Оны былай көрсетеді. Оңай жолы бар. Саш, комп. Одан кейін біздің зат есіміз, noun қосылады. Noun бізде apples, мінекей мынау, оның алдында мыналар қосамыз. Яғни O деген opinion, S деген size, көлемі, opinion деген пікір, H деген жас, Sh деген shape, яғни пішіні, формасы, C деген color, түсі, origin қай елде жасалғаны, мысалы Қытай, Италия, Қазақстан сияқты. Және M деген material қандай материал жасалған, және P purpose қай мақсатпен жасалған зат есім, қандай продукт. Сөйтіп одан кейін біздің nounымыз келеді. Сөйтіп бізге келейік. Round деген формасы, пішіні, ол мына жерде тұрады. Round. Big деген көлемі, үлкендігі, бұл бізде size. Мына жерде тұру керек. Және red деген color, ол үшіншісі. Color деген red. Сөйтіп дұрыс сын есімдердің дұрыс реті, берілген сын есімдердің дұрыс реті осындай, осы түрде болу керек. Big, round, red apples болу керек. Бұл ағылшын тіліндегі Royal Sequence of Adjectives деген тақырыпқа сай бір ереже бар. Соған сай, сөйтіп бізге big, round, red Е нұсқасы дұрыс екен. Осындай сияқты синтаксиске байланысты сұрақтар көп болады. Бұл Б деңгейіне жатады, өйткені бұл уже күрделеу сұрақ болып табылады. Және соған ұқсас тағы да сын есім болмаса да жалпы сөздердің дұрыс реті, яғни дұрыс құрылған сөйлемді табу мақсатында сұрақтар туындауы мүмкін. Мысалы, дұрыс құрылған сөйлемнің формасы былай болады, реті. Міндетті түрде subject, яғни бастауыш, subject, кім істеді, орындауыш. Одан кейін predicate деген баяндауыш, яғни етістіктер, modal verbs, phrasal verbs, auxiliary verbs, көмекші етістік, негізгі етістік, фразалық, модальді етістік, қандай етістік болса да барлығы екінші орында тұру керек. Үшінші орында object тұрады, яғни object деген толықтауыш, бастауыш, баяндауыш, толықтауыш. Олардан кейін ғана біздің adverbіміз тұрады, яғни adverbial. Adverbial деген adverbial modifier. Бұл деген пысықтауыш. Қандай пысықтауыш болады? Мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауыш, мақсат, себеп, мәнер дегендер бірнеше пысықтауыштар бар. Олар ағылшын тілінде сөйлемнің ең соңында тұрады екен. Ең соңында. Мысалы, мекен болса, осындай мекен, уақыт, мезгіл, осы кезде болған, кеше болған деген барлығы осында. Яғни дәл қазір болып жатыр дегендей. Бірақ мұнда бесінші бір функциямыз бар, аталмаған, ол анықтауыш. Анықтауыш ағылшынша attribute. Оның орны енді бөлек. Олар көбінесе зат есімнің алдында тұрады. Зат есімнің, мысалы subject зат есім болса, оның алдында attribute. Яғни не тұрады? Attributive анықтауыш тұрады. Немесе object толықтауыш зат есім болса, оның алдында да attributive қойылады. Оның нақты орны жоқ, тек қана мыналардың зат есімдерінің алдында. Немесе мекенді анықтайтын бір, сипаттайтын бір сөз болса, оны да мынаның орнына алдына қоямыз. Дәл осылай. Яғни дұрыс құрылған сөйлем осы ретпен жазылған болса ғана дұрыс деп саналады. Және бірнеше сын есім берілсе, онда o/comp plus noun деген ретпен жазылуы керек. Соған дайын болыңыздар. Келесі. Error finding, яғни қатені табу. Қатені табу бұл нені тексеретін сұрақ? Use of English, яғни ағылшын грамматикасын қолдану, қаншалықты дұрыс қолдана алатынын тексеретін сұрақтар. Error finding бұл өте күрделі сұрақ, өйткені барлық грамматиканы қамтитын және сөз қорын қамтитын сұрақ болып табылады. Бұл C деңгейі, яғни C, қиын тақырыпқа жатады. Бір ғана бір мысал ретінде беріп айтайын. Find a mistake in the following sentences. Find a mistake in the following sentences деп тұр. Мына жерде
белгіленген mine сөзі бар. Lifelong, new, then және tired. Tired деген 5 мысал беріп тұр сөз. Неке mine, lifelong, new, then және tired. Контекстке қарай, грамматикасына қарай, мағынасына қарай, қисынына қарай, логикасына қарай барлығына назар аударуымыз керек. Яғни mine деген есімдік. Есімдік дұрыс қолданылды ма? Дұрыс формада ма? Lifelong деген сын есім. Сын есім қаншалықты дұрыс сын есім қолданылды? Мүмкін басқа сын есім қолдану керек, немесе басқа формада ма? Басқа сөз табына жату керек пе? New деген шағына, то есть етістік өткен шақта қолданылған, дұрыс па? Мүмкін осы шақ немесе келер шақ қолдану керек пе? Немесе past perfect tense па? Қандай шақ? Және then деген сөз дұрыс қолдану, может then деген сөз, яғни дұрыс жазылды ма? Орфографиясы дұрыс па? Немесе басқа сөз ба соған ұқсас? Және tired формасы дұрыс па? Бұл tired day деген бұл есімші көсемші, яғни participle 1, participle 2, мына жерде past participle ретінде қолданылған. Мүмкін present participle формасы тұру керек пе еді. Соның барлығын ескере отырып, дұрыс сөйлемнің, яғни параграфтың толық мағынасы, контекстін дұрыс болу керек. Соған оқып көрейік, аударып көрейік. Recently, a friend of mine, дұрыс, зат есім алдында тұрса, often кейін осындай форматы тұрады. Mine, my болмайды. Яғни, мына жерде my дұрыс болмаушы еді. Дұрыс емес болушы еді. Mine came to visit me. Жақында менің досым маған келіпті. It was one of her lifelong dreams to visit London, and she certainly knew more about the city than I do. Деп тұр. Яғни, бұл Лондонға келу деген, Лондонды көру, оның өмір бойы аңсаған арман еді, және ол менен де, қала туралы менен де көбірек білген екен, то есть білуші еді. Сөйтіп, мына жерде new деп тұр. New дұрыс деп ойлаймыз, өйткені was деген бастамасы бар. Was өткен шақ, сөйтіп new да өткен шақ болу керек. Бұл дұрыс. Бұл жерде қате жоқ. Mine да дұрыс, қате жоқ. Lifelong dream болса, өмірлік, яғни өмір бойы аңсаған, бұл да ешқандай қате көріп тұрған жоқпын. Яғни dreamsті сипаттап тұрған сын есім. Then I do. Менен гөрі, маған қарағанда менен көбірек біледі. Бұл жерде бәрі дұрыс. Яғни бұл жерде гөрі қарағанда деген сөз именно then деп, then емес, басқа да сөз емес. Және қалғаны tired day. Бұл жерде past participle формасы қолданылған сын есім. Tired day, яғни шаршаған күн. Күн шарша алмайды, өйткені ол өмір сүретін бір адам емес. Сөйтіп, мына жерде формасы дұрыс емес қолданылған. Tired емес, tiring болу керек. Tiring болу керек. Tiring day, яғни сол жерде шаршататын, зеріктіретін күн болса, ол уже логикасы дұрыс болатын. Сөйтіп, біз нұсқасын таңдаймыз. Нұсқасы tired дұрыс емес қолданылған. Яғни, бұл жердегі mistake бұл tired day. Tiring тің орнына tired. Осыған мұқият болыңыздар, өйткені мына есімдікті сұрау мүмкін еді, сын есімді сұрау мүмкін еді, етістіктердің шағын дұрыс емес немесе етістіктердің шағын дұрыс емес сұрау мүмкін еді. Мысалы, new'дің орнына басқа етістік, өткен шақ, келер шақ па, past perfect шақ па, than'ның орнына басқа сөз, мысалы, орфографиясы, мысалы, былай келует, then деген сөз жазылуы мүмкін еді, ол дұрыс емес болатын еді. Және tired сияқты сөздер, яғни сын есім, зат есім, сөз таптары, соған мұқият болыңыздар, дайын болыңыздар.